Қазан айының 15-і. Мал базар қойлардың бағасын түсіретін боламыз. Каналға тіркелмей көріп отырғандарыңыз болса тіркеліп қойыңыздар. Тоқтылар бар, қойлар бар. 40 мың мен 50 мыңның арасы дейді. Саудаласасыздар. Қаншадан? Қанша деп тұрсыз? Өкені 60 деп тұрмын, аяғы 40 деп тұрмын, сұрап тұрмын. Арық қоймен. Тоқта. Арықсы 60 дейді, бегі 40 дейді. Саудасы бар дейді. Қошқыр дейді арғы. Үлкен екен жас. 100 сұрап тұрмыз, келісеміз дейді. Саудасы бар дейді. Нағымдыққа қырқылған. Сіздікі ма тоже аға? Сіздікі ма тоже қырқылған? Менікі емес. Жа бір кісінікі 70. Қанша сұрап тұр екен? 70 дей ма? Сіздікі ма? 60 дейді. Қоңыр қошқыр 55 дейді, арғақ 60 деді қойдың бағасы. Көк қой кімдікі екен? Ассалаумалейкум арман. Қаңыз қой? Сатылып кетті ма? Қанша кетті? Ассалам. 47-ге берді ма? Мен бердім. Сіздікі ма? Берекелі болсын. Қара қой қанша деді сіз? 45-ге бердім. 45 дейді, болар жер. Иесі білмейді жаңа жүрген. Ешкі 30-ға дейді. Қой аз екен е, осы базарда. Мынау қанша болып тұр? Ал, 55? 55-ке дейді. Арғы тоқтыр. Алар сіздер қояды уже? Ана екеуі? Қанша деп тұр екен, бағасын білесіз бе? 45 шар ғой. Мынау сіздердікі ма апай? Сіздердікі ма? Қанша сұрап тұрсыздар? 45 пен не екеуі? Екеуі де. 45 мыңнан кем жоқ. Олар жер 45 дейді. Олар жер 50-ден сұрап тұрған еді. 50 сұрап тұрыңыз 45-ке дейді. Бағасы ғой баяғыда. Иә, апай. Бағасы сондай болады. Әне, бір өтін түсірсең ұқсат кейбір. Қанша сұрап тұрсыздар? Сіздердікі ма? 60-қа дейді. 60-тан бар мына жерде. Тоқтылар қанша дейді екен? 45-тен тоқтылар бар дейді. Осы базарда қойлар аз екен. Примерно ешкі бар 15-20-дан. Примерно бағалар осылай болып тұр. Каналға тіркелмей көріп отырғандарыңыз болса тіркеліп қойыңыздар. Малдың бағасын біліп отырасыздар.